3 сынып қазақ тілі пәні 3-90 өнер тақырыбы бойынша жиынтық бағалау. Оқу мақсаты: тыңдаған мәтіннің тақырыбын, жағымды және жағымсыз кейіпкерлерді мұғалімнің қолдауымен оқиғалар ретін анықтау. Берілген тақырыпқа қатысты сөздерді табу және сөйлеу барысында қолдану. Жоспар: сурет, сызба түрінде және тірек сөздер негізінде оқиға желісін сақтай отырып мазмұндау. Бағалау критерийі: бірінші тапсырма. Мәтіннің тақырыбын және оқиғалар ретін анықтайды. Дескрипторы: мәтіннің тақырыбын анықтайды, 1 балл. Мәтін бойынша сөйлемдердің ретін анықтайды, 1 балл. Екінші тапсырма. Тақырыпқа қатысты тірек сөздерді анықтайды, мәтін мазмұнын тірек сөздердің көмегімен баяндайды. Дескрипторы: тақырыпқа қатысты сөздерді анықтайды, 1 балл. Мәтіннің мазмұнын жүйелі баяндайды, 1 балл. Тірек сөздерді орынды қолданады, 1 балл. Сөйлемнің құрылымын сақтайды, 1 балл. Сөйлеу барысында тілдік нормаларды сақтайды, 1 балл. Барлығы 7 балл. Бірінші тапсырма. Мәтінді тыңда, тапсырмаларды орында. Менің отбасым өнерлі. Атам белгілі зергер. Ол күмістен түрлі заттар жасайды. Әкем домбыраны жақсы тартады. Ағам қобызда жақсы ойнайды. Інім суретші. Әпкем би үйірмесіне барады. Анам киімді жақсы тігеді. Отбасымызбен тату-тәтті тұрамыз. Тапсырмаларды орында. Мәтін не туралы? Әрине, отбасы туралы. Мәтін бойынша сөйлемдердің ретін көрсет. Бірінші сөйлем: атам белгілі зергер. Екінші сөйлем: ағам қобызда жақсы ойнайды. Үшінші сөйлем: отбасымызбен тату-тәтті тұрамыз. Екінші тапсырма. Берілген сөздерді қолданып, шағын мәтін құрастырып, мазмұнын айт. Менің каналыма тіркеліп, осы тапсырманың толық нұсқасын жауабымен бірге алуға болады.